Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Үйіңізде қарайған банан болса, оны лақтыруға асықпаңыз. Себебі бүгін сіздермен осындай шайға арналған тәттінің рецебімен бөлісетін боламын. Бұл тәттіні пирог немесе кекс деп атасаңыз да өзіңіз білесіз. Барлық керек ингредиенттер описанияда толықтай көрсетілген. Ең алдымен бананды осылай вилканың көмегімен майдалап езіп шығамыз. Одан кейін үстіне біртіндеп жұмыртқамызды салу арқылы араластырамыз. Барлығын бірден салмаңыздар. Араластырып болғаннан кейін үстіне қантымызды салып, тағы да кішкене араластырып жібереміз. Одан кейін сұйық майымызды да қосып аламыз. Онға разрыхлителімізді араластырып, оны да сұйықтығымызға біртіндеп қосып, жақсылап араластырамыз. Барлығынды бірден салмаңыздар, аз-аздан салып, осылай араластырамыз. Енді үстіне грецкий орехтерді, яғни жер жаңғақтарымызды салып, барлығын тегіс қылып араластырамыз. Одан кейін формамызды осылай сары маймен майлап шығамыз. Кекске арналған форманы да пайдалансаңыздар болады. Осылай сары маймен майлап болғаннан кейін үстіне аз-аздан ұн сеуіп жіберіңіздер. Өйткені пирогымыздың асты жабысып қалуы мүмкін. Дайын болған қамырымызды осылай формаға құйып шығамыз. Бетіне осылай жаңғақтар сеуіп шықсаңыздар болады, немесе сеппесеңіздер де болады. градуста 1 сағатқа қойып пісіреміз. Ағаш таяқшаны батырып, пирогымыздың пісіп немесе піспегенін біле аласыздар. Бетіне осылай сахарный пудра сепсеңіздер, өте әдемі болып көрінеді және тәтті дәм береді. Жасалу жолы өте оңай пирогты сіз де жасап көріңіз. Әсіресе жаңғақтың дәмі өте ерекше дәм береді. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Алда қандай рецепттер күтетін боласыз, соны комментарияға жазып кетсеңіз, сіздермен бірге міндетті түрде жасап көретін боламыз. Менің еңбегімді бағалауды ұмытпаңыздар. Лайк басып, каналға тіркеліп, комментария қалдырып кетіңіз.